дінімізде ғұлама ғалымдардың айтуы бойынша адам баласы жетістікке жету үшін отбасының ынтымағы мен сыйластығын сақтап қалу үшін көп нәрсені айта беруі дұрыс емес деп есептеледі. Осы орайда ешкімге айтуға болмайтын 5 құпиямен бөлісеміз. Алдымен, каналымыздың дамуы үшін үлес қоса кетіңіздер. Тіркеліп, лайк басып кетеміз. Ешкімге айтуға болмайтын ең алғашқы құпия алдағы күнге, болашаққа құрған жоспарларыңыз. Алға қойған мақсаттарыңыз толық орындалмайынша, ол туралы ешкімге тіс жармаған дұрыс. Неге? Өйткені біз психологтардың айтуы бойынша адам алға қойған мақсаттарын айтқанда, ми оны істелініп бітті, яғни бұл орындалды деп қабылдайды екен. Нәтижесінде осыған жетемін деп құлшынып отырған адамның желі шыққан доптай болып, еңбекке деген талпынысы басылып, бойына жалқаулық бітетін көрінеді. Қазақ айтпақшы, арық айтып, семіз шық деген сөз осыған сайса керек. Бұл орайда тарихтан алған үлкен дәлел бар. Тарихта алғаш рет ұшақты ойлап тапқан ағайынды Уилбер еді. Алғашында жұрт оларды мүлдем танымады. Себебі олар мақсаттарына жету үшін оны ешкімге жарияға жар салмай, өз еңбектерімен айналысты. Ал астроном, физик болса, әлемге жар салып, мен ұшақ құрастырып шығарамын, тарихта атым қалады, ешкім ашпаған жаңалықтар ашамын, деп аузымен орақ орды. Нәтижесінде барша халық үміт күткен жоспары орындалмай, сәтсіздікке ұшырады. Ағайынды Уилбер болса, өздерінің еңбектерінің арқасында тарихта алғаш рет ұшақ жасап шығады. Өнертапқыштар ретінде мәңгі аттары қалды. Міне, әлі орындалмаған, болашаққа қойған жоспарыңызды ешкімге айтпаудың нақты дәлелі. Ешкімге айтуға болмайтын екінші құпия біреуге жасаған жақсылығыңыз бен қайырымды істеріңіз. Осы орайда мынадай ұлылардан қалған нақыл сөз еске түседі. Өзгеге жасаған жақсылығыңды ұмыт, ал өзгелердің саған жасаған жақсылығын ешқашан ұмытпа. Ешкімге айтуға болмайтын үшінші құпия, үйдегі ұрыс-керіс пен отбасылық өмір жайлы. Өмірдің өзі әртүрлі жағдайлардан тұрады. Отбасы болғаннан соң кейде қуаныш, кейде реніш, келіспеушілік, махаббаттың сыйластығы бәрі де болады. Ал кейде әйел адамдар эмоцияға берілгіш болғандықтан үйдегі ұрыс жанжалды күйеуінің не істеп не қойғанын құрбыларымен таныстарына айтып жатады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Себебі сырыңды айтып досым деп жүрген адамның да досы бар екенін ұмытпа.
Ал егер қиналып, сырыңызды ішіңізге сыймай бара жатса, анаңызбен, бауырыңызға айтыңыз. Себебі жақын адамдар бір-біріне киім сияқты бір-бірінің кемшілігін жауып тұрады. Сонымен қатар отбасындағы ішіп-жегеніңізді, жүріп-тұрғаныңызды, төсек қатынасыңыз, бұлар жайлы жақ ашудың өзі қате. Дінімізде бұл жайлы қатаң тыйым салынады. Сондықтан отбасыңыздың берік жақындарыңызбен ара қатынасыңыз сыйластықта болғанын қаласаңыз, артық сөйлемеуге тырысыңыз. Ешкімге айтуға болмайтын төртінші құпия: біреудің сізге сеніп айтқан сыры мен сөздерін сыр сақтаңыз. Ауызда сөз тұрмайтын адамдар болады. Ашық ауыз деп жатады оларды. Кейде олар өз мәселелерін, отбасындағы адамдардың кемшіліктерін, бауырларының ұрысын, ағасы мен жеңгесінің арақатынасын, әке-шешесінің қиыншылықтарын, көршісінің кредитін бәрін көрген, білген адамдарына толықтай жайып жүреді. Психологтардың зерттеуі бойынша өзгемен тіл табысып кете алмайтын, үндемей отыратын адамдар біреудің сырын ашуға, құпиясын ашуға бейім келеді делінген. Есесіне ешкімге өздерін ақтамайды. Біреуге сырыңызды ақтарарда өзіңізбен қатар оны да ойлаңыз. Біреудің сырын сақтау негізінде өте ауыр.